Мына жігіттер бірін-біріне қазір мына әулием деген сөзді өте қатты қолданады. Осын көп қолдану қажет емес ау жігіттер. Өйткені оның артында жаңағы мазақтап айтқан болуы да мүмкін да оны. Бұл сөз негізі расында бар. Қараңызшы. Вали деген бұл Алланың досы деген сөз. Аулия сол сөздің көпше түрі Алланың достары деген мағынада айтылады. Мысалы үшін әруақ деп жатады ғой бізде. Негізгісі рух. Рух деген адамның жаны деген сөз болса, әруах деген сөз сол көпше түрі жәндер, рухтарды былайша айтқан кезде. Тура сол сияқты вали Алланың досы болатын болса, аулия бұл Алланың достары деген сөз. Енді осы вали жайлы айта кетейік. Расында да Алланың достары бар олар. Ол жайлы былай айтылады. Бір адамды Алланың досы екенін қалай білуге болады десе, Алланың досы болған адам мынандай болады дейді. Сен ол адамды көрген кезде, ол саған Алланы еске түсіреді. Ол адамға қарайсың, Алла есіңе түседі, ақырет есіңе түседі. Жалпы, сіз ол адамды көрген кезде, ислам есіңізге түседі. Мін Алланың достары сондай болады дейді. Оларды көрген адам Алланы есіне түсіре береді дейді. Ал енді олар Алланы қалай есіне түсіреді десе, олар жаңағы Алланың достары бар ғой, олар кез келген нәрседен Алланы көре береді дейді. Көргенде Алла сақтасын, көзбен Алланы көреді деген сөз емес. Кез келген нәрседе Алланың құдіретін көре береді. Мысалы, талға қарайды. Машалла, қараш, Алланың құдіреті қандай жаратылыс, қалай жаратқан бұны Алла тағала. Өсімдікке қарайды, немесе аспанға қарайды, жерге қарайды, жануарға қарайды. Кез келген нәрсеге қараса, ол Алланың құдіретін көре береді олар дейді. Алланың шынайы достары сондай болады. Адамның өзіне қарасы да. Қараңызшы, біз соншалықты уайымсызбыз да. Қараңыз. Асқазаныңыз бар. Сіз тамақ жейсіз. Тамақ жеп жатқан кезде сіз осыны қалай қорытады екен, қорытылар ма екен, қорытылмас па екен деп сіз уайымдамайсыз. Өйткені онымен айналысып жатқан нәрсе бар да. Алла тағала сіздің өзіңізді уайымдатпай, сіздің асқазаныңыздың проблемасын шешіп тастағанда, ойланбай жейміз ғой. Біз қазекең жатарда тойып жататын адамбыз ғой біз анау. Ертеңі не болар екен, арт не болар екен деп ойламаймыз ғой жеген кезде. Осылай қарап отырсаң, бұда да Алланың құдіреті бар. Қараңызшы, өзіңіздің ішіңізде не болып жатқан сіз уайымдамайсыз. Өйткені оны сізді уайымдатпай шешіп қойған Алла бар да.